Ал енді еліміз бойынша жұмыс істеп жатқан еңбек мигранттарының санына тоқталсақ, ол жайында бізге әріптесім Ердәулет Байдуллаев айтып беруге дайын. Ердәулет, сырттан келген қанша адам бар және олар қандай нәпақамен айналысып тауып жүр? Қайырлы кеш, Қани, біз өзгені кеудесінен итермеген халықпыз ғой. Сырттан келіп, елімізде нәпақа тауып жүрген адамдар саны әлі де бізде жеткілікті. Бір айта кетерлігі, сол еңбек мигранттарының қатары соңғы кезде азайғандығы байқалады. Өзге ақпараттар сәлден соң. Әр жылдары еңбек мигранттары ерекше қызығушылық танытатын өңірлер бар. Дәл қазір мұндай аймақтар қатарына 4 облысты жатқызуға болады. Олар келесте. Көш басында тұрғаны Маңғыстау облысы, одан кейінгі ретте Алматы мен Жамбыл тұр. Тізімді оңтүстік Қазақстан облысы аяқтайды. Жаңа соңғы кездері мигранттар саны азайғандығы байқалады деп айтқан едім. Белгілі болғандай, бір себептерге байланысты шетелдіктер шығыс пен солтүстік және Қарағанды облысына баруға деген қызығушылығы айтарлықтай төмендеген. Павлодар мен Қостанай облысында да осындай жағдай. Ердәулет, жаңа сөз арасында кейбір облыстарға қызығушылық азайды деп айтып қалдың. Жалпы мигранттар бізге қалай келеді? Қане, еңбек мигранттарын бірнеше топқа бөліп қарастыру керек. Оның ішінде өзің айтқан арнайы шақыртумен келетіндер де бар. Сондай-ақ қаржысын салып, осында жеке ісін бастағандар да жеткілікті. Сонымен Қазақстанда жұмыс істейтін шетелдіктердің 1716-сы басшылық қызметте жүрген адамдар, және одан кейін инженер, техник және архитектор сынды кәсіби мамандар 20 мыңнан асады. Құрылыс, бау-бақша және аула жинау сынды жұмыстарда жүрген адамдар саны 1876 адамды құрайды. Жалпы шетелдіктердің келіп кетуі және олардың тіркелуі елімізде арнайы органдардың бақылауында тұр. Бір айта кетерлігі, Қазақстан осы жылға 63 мың шетелдікке квота бөліпті. Бұл мүмкіндікті 29 мыңнан астам шетелдік пайдаланған. Қани, мендегі ақпарат осы. Рахмет, Ердәулет.